Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашұлы. Біздің бүгінгі шығарылым осы аптаның соңында болады. Керемет UFC 304 турниріне арналмақ. Достар, UFC 304 турнирі біздің жауынгеріміз, біздің басты жұлдызымыз, біздегі UFC-дағы ең мықты жауынгеріміз Шавкат Рахмоновқа тікелей қатысты болмақ. What's your favorite movie? Любимое кино. Властелин колец, Хоббит. Lord of the Rings and Hobbit. Өйткені достар, UFC 304 турниріндегі басты main event бұл 77 кг салмаққа дейінгі, яғни 170 фунт салмаққа дейінгі кездесу. Леон Эдвардстың белбеуіне американдық Палестина ұлтының өкілі Белал Мухаммад таласатын болады. Яғни бұл жауынгерлер өзара реванш, яғни рематч өткізбек. Біз білетіндей, бірінші кездесуде бұл жауынгерлердің кездесу уақытынан бұрын тоқтатылған болатын, және де no contest, яғни кездесу болмады деп есептелінген болатын. Өйткені Леон Эдвардс Белал Мухаммадтың көзін шұқып алуына байланысты. Весами, да? Yes. How do you feel about that? Достар, біздегі co-main event бұл аса ауыр салмақтағы, яғни 120 кг салмаққа дейінгі жауынгерлер. Уақытша белбеудің иесі британиялық Том Аспинал өзінің уақытша белбеуін американдық Кертис Блейдсқа қарсы қорғайтын болады. Естеріңізге сала кетейін достар, бұл кездесуде қарымта кездесу, яғни рематч. Бірінші кездесуде 2022 жылдың шілде айында, яғни осыдан тура 2 жыл бұрын UFC Лондон, яғни Лондонда өткен UFC Fight Night'та Том Аспиналдың тізесіне жарақат алуына байланысты техникалық жеңіс Кертис Блейдсқа берілген болатын. Бірақ та сол кездесуде Кертис Блейдс өзінің жеңісіне разы болмаған болатын. Осыған байланысты көптеген өзгерістер орын алды. Том Аспинал уақытша чемпион болды. Ал ендігі кезекте Том Аспиналдың уақытша белбеуін қорғайтын бірінші қарсыласы бұл Кертис Блейдс болмақ достар. Достар, бұл шығарылым барысында біз осы UFC 304 турниріндегі main картқа, яғни бас аяғы 5 кездесуге тоқталатын боламыз достар. Let's fucking go. Сонымен достар, біздегі ең алғашқы main карттағы тоқталатын кездесу осы main карттың шымылдығын ашатын бірінші кездесу. Ерлер арасындағы 66 кг салмақта, яғни 145 фунт салмаққа дейінгі өтетін топ 10-ға кіретін қос жауынгердің арасындағы кездесу достар. Бұлардың алғашқысы нөмірі 6 орында тұрған ағылшын елінің өкілі Арнольд Аллен мен нөмірі 10 орында тұрған Грузия елінің өкілі Гига Чикадзе арасында өтетін керемет кездесу. Достар, бұл кездесуде сарапшылар бір ауыздан Арнольд Алленді фаворит ретінде көріп отыр. Қос жауынгердің жеке статистикасына тоқталып өтетін болсақ, Арнольд Аллен карьерасында 22 кездесу өткізіп, оның 19-ында жеңіске жетіп, 3-інде жеңіске ұшыраған. Осы 19 жеңісінің 7-еуін нокаутпен аяқтаса, оның 4-еуін сабмишнмен аяқтаған екен. Ал Гига Чикадзенің рекордына тоқталатын болсақ, бұл грузиялық жауынгер бас аяғы карьерасында 18 кездесу, 15 жеңіс және 3 жеңіліс. 15 кездесудің 9-ын нокаутпен аяқтаса, 1-еуін сабмишнмен аяқтаған жауынгер екен. Гига Чикадзе өзінің соңғы кездесуінде өткен жылдың тамыз айында Алекс Касаресті жеңген болатын. Ал оның қарсыласы Арнольд Алленге тоқталатын болсақ, Арнольд Аллен өзінің соңғы кездесуінде Мавсар Евлоевқа төрешілердің шешімімен жеңілгенін білеміз достар. Да, лестница. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу 125 фунт салмаққа дейінгі, яғни 57 кг салмаққа дейінгі өтетін кездесу достар. Өте тартысты кездесу, топ 10-ға кіретін қос жауынгер нөмірі 6 орында тұрған Британияның атынан өнер көрсететін дағыстандық Мухаммед Мокаев пен оның қарсыласы Португалия елінің атынан шығатын Манел Капе арасында өтетін кездесу. Бұл кездесуде қос жауынгердің жалпы кім фаворит, кім андердог екеніне келетін болсақ, екеуінің арасы өте жақын достар. Бірақ та сарапшылардың көбісі Мухаммед Мокаев жеңеді деп күтуде. Қос жауынгердің статистикасына тоқталатын болсақ, Мухаммед Мокаев біз білетіндей бұл жеңілмей келе жатқан жауынгер, яғни 12 кездесу, 12 жеңіс. 12 жеңістің 2-еуі нокаут, 6-ауы сабмишн достар. Мухаммед Мокаев өзінің соңғы кездесуінде Алекс Пересті жеңгенін білеміз достар. Ал оның қарсыласы Манел Капеге келетін болсақ, Манел Капе бас аяғы карьерасында 25 кездесу өткізіп, оның 19-ында жеңіске жетіп, 6-ауында жеңіліске ұшыраған. Манел Капе өзінің соңғы кездесуінде Дос Сантосты өткен жылы қыркүйек айында жеңген болатын.
Одан кейінгі тоқталатын кездесу достар біздегі осы UFC 304 турниріндегі ең мықты кездесулердің бірі ретінде аталып отырған нөмір 15-ші орында тұрған, яғни 70 кг салмақтағы топ 15-ке кіретін американдық King Green. Достар, бұрынғы Бобби Грин қазіргі кезде өзінің лақабатын шын аты ретінде өзгертіп, қазіргі кезде Бобби Грин емес, бұл жауынгер King Green деп аталып жүр. King Green, оның қарсыласы ағылшын жауынгері Падди Пимблет. Біз білетін шашы жалбыраған, сары шашты хайпта жүрген жауынгерлердің бірі Падди Пимблет. Бұл кездесуде, яғни King Green мен Падди Пимблет арасында кездесуде сарапшылардың көбісі осы King Greenді фаворит ретінде көріп отыр. King Greenнің статистикасына тоқталатын болсақ, достар, King Green бас аяғы карьерасында 48 кездесу өткізіп, 32-сінде жеңіске жетіп, 15-сінде жеңіске ұшырап, біреуінде тең түскен екен бұл жауынгер. 32 кездесуінің 11-ін нокаутпен аяқтаған, және де 9 кездесуін сабмишнмен аяқтаған екен бұл жауынгер. Біз білетіндей, King Green өзінің соңғы кездесуін UFC 300 турнирінде американдық аңыз адам Джим Миллерге қарсы өткізіп, сол Джим Миллерді жеңген болатын. Ал Падди Пимблет өзінің соңғы кездесуін біз білетіндей Шавкат Рахмонов өнер көрсеткен UFC 296 турнирінде Тони Фергюсонды жеңген болатын. Падди Пимблет бас аяғы карьерасында 24 кездесу өткізіп, соның 21-інде жеңіске жетіп, 3-інде жеңіске ұшыраған. 21 жеңісінің 7-еуін нокаутпен аяқтаса, оның 6-ауын сабмишнмен аяқтаған екен. Достар, біздегі келесі кездесу достар, бұл осы UFC 304 турниріндегі co-main event, яғни аса ауыр салмақтағы уақытша белбеуді Том Аспинал өзінің қарсыласы Кертис Блейдсқа қарсы қорғайтын болады. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі бір ауыздан Том Аспиналды үлкен фаворит ретінде көріп отыр. Том Аспинал мен Кертис Блейдстің кездесуі бірінші кездесуі, яғни 2022 жылы UFC Лондон деп аталатын Fight Night'та орын алған болатын. Сол Лондондағы кездесуде өкінішке орай Том Аспинал бірінші раундта тізесіне жарақат алып, кездесу уақытынан бұрын тоқтатылып, техникалық жеңіс Кертис Блейдсқа берілген болатын. Жалпы бұл кездесу өте тартысты өтеді деп күтілуде, бірақ та жоғарыда атап өткеніндей анық фаворит Том Аспинал. Бірақ біз білетіндей аса ауыр салмақтағы жауынгерлердің әрбір кездесу өте қызыққа толы достар. Том Аспиналдың рекордына тоқталатын болсақ, Том Аспинал бас аяғы бұл жауынгер карьерасында 17 кездесу өткізіп, оның 14-інде жеңіске жетіп, 3-інде ғана жеңіске ұшыраған. 14 кездесуін 11 нокаутпен аяқтаса, 3 кездесуін бұл жеңісін бұл жауынгер сабмишнмен аяқтаған екен. Біз білетіндей, Том Аспинал өзінің соңғы кездесуін өткен жылы UFC 295 турнирінде қараша айында Сергей Павловичті нокаутпен жеңу арқылы уақытша белбеуді алған болатын. Ал оның қарсыласы Кертис Блейдсқа тоқталатын болсақ, Кертис Блейдс карьерасында бұл жауынгер бас аяғы 22 кездесу өткізіп, оның 18-інде жеңіске жетіп, 4-еуінде жеңіліске ұшыраған. 18 жеңісінің 13-ін нокаутпен аяқтаған екен бұл жауынгер. Соңғы кездесуін бұл жауынгер UFC 299 турнирінде осы жылдың наурыз айында өткізген болатын, және де сол кездегі қарсыласы Жайлтон Алмейданы Кертис Блейдс 2-ші раундта нокаутпен жеңген болатын. Достар, одан кейінгі кездесу біздегі ең басты main event достар. 170 фунт салмаққа дейінгі, 77 кг салмаққа дейінгі титулдық белдесу. Қазіргі чемпион Леон Рокки Эдвардс өзінің титулдық белбеуін американдық Палестина ұлтының өкілі Белал Мухаммадқа қарсы қорғайтын болады. Бұл кездесуде достар, сарапшылардың көбісі фаворит ретінде Леон Эдвардсты көріп отыр. Яғни сарапшылардың көбісі Леон Эдвардстың белбеуін қорғап қалатынына сенеді. Осы Леон Рокки Эдвардстың рекордына тоқталатын болсақ, бас аяғы 25 кездесу, 22 жеңіс, 3 қана жеңіліс. 22 жеңісінің 7-еуін нокаутпен аяқтаса, 3-еуін сабмишнмен аяқтаған екен достар. Біз білетіндей, соңғы кездесуінде UFC 296 турнирінде Леон Эдвардс американдық Колби Ковингтонға қарсы кездесу өткізіп, төрешілердің шешімімен жеңіске жетіп, белбеуін қорғап қалған болатын. Ал оның қарсыласы Белал Мухаммадқа тоқталатын болсақ, Белал Мухаммад, remember the name, есімін сақтап алыңдар. Яғни Белал Мухаммад карьерасында 26 кездесу, 23 жеңіс, 3 жеңіліс. 23 жеңісінің 5-еуін нокаутпен аяқтаған екен бұл жауынгер. Соңғы кездесуін өткен жылы
мамыр айында бұл жауынгер Гилберт Бернске қарсы өткізіп, сол кездесуде төрешілердің шешімімен жеңген болатын. Содан бері Белал Мұхаммадты бір жылдан аса уақыттан бері біз көрген жоқпыз. Ендігі кезекте Белал Мұхаммад өзінің титулға таласу мүмкіндігін құр жібермейтіні анық. Соған байланысты бұл кездесуде тартыс өтеді деп күтілуде. Shavkat Rachmanov. That man gives me chills. The tenor in your voice changed. Бірақ мен осы ең кештің басты кездесуіне тоқталатын болсам, менің ойымша Леон Эдвардс өзінің титулдық белдесуін 5 раунд бойы қорғап, төрешілердің шешімімен жеңіске жетеді. Ал Том Аспинал мен Кертис Блейдстің кездесуіне келетін болсақ, менің ойымша Том Аспинал да өзінің уақытша белбеуін қорғап, Кертис Блейдсті уақытынан бұрын өзінің жылдамдығы мен гүржі жұдырығының арқасында нокаутпен жеңуі тиіс, достар. Достар, осыдан басқа басты Co-Main Event, сонымен қатар кештің басты мейн карттағы кездесулерге байланысты өздеріңіздің ойларыңызды міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер, және де бастысы каналға жазылып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Достар, UFC 304 турнирін міндетті түрде қарайық. Күндеріңіз сәтті өтсін.